Егер бүкіл денеңіз қышып кетсе, не істеу керек? Егер сіздің бүкіл денеңіз қышып кетсе, не істеу керектігін білмейсіз бе? Алдымен сіз қышудың себептерін анықтауыңыз керек. Себебі ол ауыр аурудың симптомы ретінде қызмет етуі мүмкін. Кейде медициналық көмексіз проблеманы жеңу мүмкін емес. Егер бүкіл дене қышып кетсе, не істеу керек? Егер сіз ыңғайсыздық сезінсеңіз, алдымен кәсіби көмекке жүгіну үшін медициналық мекемеге хабарласыңыз. Тек дәрігер қышудың неден болғанын дәл анықтай алады, сондай-ақ әл-ауқатты жеңілдететін құралдарды тағайындайды. Әртүрлі әдістер ауруды жеңілдетуге көмектеседі. Кремдер, жақпа май, ылғалдандыратын гель немесе сұйық сабын. Неліктен бүкіл дене қышиды? Алдымен не істеу керек? Әртүрлі аурулар жағымсыз сезімдер тудырады. Мысалы, аллергия. Аллергенді анықтау және онымен әрекеттесуді тоқтату арқылы одан құтылуға болады. Қышыма. Қышыма кенесінің инфекциясын емдеудің бастапқы кезеңінде жеңілірек. Егер сізде қышу пайда болса, теріде безеу мен майда сұр сызықтар пайда болса, сіз дереу дәрігерге қаралуыңыз керек. Қант диабеті. Ем тағайындалған кезде симптомдар толығымен жоғалады. Есек жем. Бұл жағдайдың қосымша белгілері. Ісіну мен тамақтың ауыруы, сонымен қатар жүрек айнуы, бүйрек функциясының бұзылуы, ішкі ағзалардың дұрыс жұмыс істемеуіне байланысты токсиндер табиғи жолмен шықпайды, бірақ тер бездері арқылы сыртқа шығып терінің тітіркенуін тудырады. Сондай-ақ жүктілік кезінде жәндіктердің шағуынан кейін құрғақ терінің әсерінен химиялық тітіркендіргіштерге ұшыраған кезде және басқа жағдайларда дене қышуы мүмкін. Дене қатты қышиды. Өзіңізді жақсы сезіну үшін не істеу керек? Жалпы нұсқаулар қышуды жеңілдетуге көмектеседі. Диетадан дәмдеуіштер, алкоголь, күшті кофе мен шай, тұзды және ащы тағамдарды алып тастау, аналық немесе валериан тұнбаларын қолдану денені тыныштандырады және сезімталдығын төмендетеді. Гигиеналық өсімдіктерді қолдану. Ванна қабылдаған кезде жіптен немесе емен қабығынан отвар қосу керек. Судың температурасы 37 градустан аспауы керек. Егер дене қышып кетсе, теріні сыздатпауға тырысу керек. Ашылған кезде тітіркенуді күшейтетін және инфекцияға әкелетін микрозақымдар қалады. Қышудың себептерін дәл анықтау үшін медициналық мекемеден көмек сұрау қажет. Өзін-өзі емдеу немесе әрекетсіздік аурудың асқынуына алып келуі мүмкін.